Жамбота, менің YouTube арнама қош келдіңіз. Алдымен арнаға жазылып алсаңыз, сосын мен сөйлеген кезде, егер мен айтқан дүниелер сіздің көңіліңізден шықса, онда пікір қалдырып, кері байланыс беріп отырсаңыз. Сонымен бүгінгі тақырып, как всегда, квантовый скачокты қалай жасаймыз, ішкі состояниені қалай өзгертеміз деген тақырыпты мен бүгін сіздерге тілге тиек етпекшімін. Мұқият тыңдасаңыз. Алдымен, таңертең сіздің ұйқыдан тұрғанда белгілі бір состояниемен өмір сүресіз. Бәлкім сіздің ішкі жан дүниеңізде бір тревога тұруы мүмкін, бәлкім сіздің ішкі жан дүниеңізде бір стрессте, ойбай, енді ақшаны қайдан табам деген ішкі қиналыста тұруыңыз мүмкін. Енді осы состояниемен сіздің ішіңіздегі әлеміңізде осы состояние шығып тұр сотқа. Осы состояниемен сіз ақша табуға, болмаса өміріңізде белгілі бір асуыңызды алуға, жетістікке жетуге ұмтылдыңыз. Енді ойлаңыз, сіздің ішіңізде дефицит тұрған кезде, Жамбота, сіз хоть не жасасаңыз да, ол дүниенің барлығы минусқа кете береді. Өйткені сіздің ішкі состояниеңіз сыртқы өміріңізді определять етуші негізгі күш болып табылады. Сондықтан сіз ол минуспен, ойбай, енді не істеймін деген состояниемен қайда барсаңыз да, не істесеңіз де шаруаңыздың қиюы келмейді. Сондықтан әрбір адам өзінің өмірін өзгерткісі келетін, квантовый скачок жасағысы келетін, өміріне молшылықтың келгенін қалайтын адам өзінің ішкі состояниесіне үңілуі тиіс. Енді қараңыздар, Жамботалар, менің ішкі состояниемде всегда әрдайым, кешірім өтінемін, үнемі орысша қосып сөйлейсің дейді, бірақ менің ойларым барлығы орысша келгендіктен сізге, өйткені мен орысша ойлаймын ғой деп қуып кетсең бе, сіздерге түсінікті болу үшін мен осы сөздер қандай сөз келеді аузыма, сол сөзді айтуға тырысамын. Енді қараңыз, менің әрдайым өмір сүретін состоянием, ол енді қайдан ақша табам деген состояние болатын. Ұйқыдан тұрам, көзімді ашам, енді ақшаны қайдан табам деген бір тревожность менің ішімде азаннан кешке шейін өмір сүреді. Өйткені менің өмірімде менің төніп тұратын бір проблемам болады. Қазір ананы шешуім керек, аренда төлеуім керек, болмаса басқа жұрттарға айлық беруім керек, болмаса балалардың оқуын ақшасын төлеуім керек деген сияқты төніп тұратын проблема болады. Таңертең ұйқыдан көзімді ашқан кезде уже мен убитый дейді орысша айтқанда. Яғни біреу түнімен сені ұрып тастаған сияқты жаман состояниеде ұйқыдан тұрам. Представьте. Енді менің төніп тұрған проблемам бар, сол проблемаларды шешуім керек. Ал ойлаңызшы, сіз осыншама ауырлықпен, осыншама күшпен бір нәрсе істеуге тырысып көріңіз. Ішіңізде осындай жаңағы енді не істеймін, ақшаны қайдан табам деген дауыс үздіксіз сөйлеп тұрады. Сондықтан, Жамботалар, егер сіздерге қайталап айтамын, осы дауыспен сіз қазір шығып, өзінше бір нәрсе істеймін деп, осы ауырлықпен барып бір нәрсе істеуге қиналсаңыз да, қиюы қаша береді. Сондықтан әрбір адам ұйқыдан тұрғаннан кейін ең бірінші өзінің состояниесімен жұмыс істеу керек. Қалай? Мысалға, мен ұйқыдан тұрғаннан кейін міндетті түрде күнделікті хотя бы 20 минут, хотя бы егер сіздің уақытыңыз жоқ болатын болса 10 минут, 30 минут мен медитация жасаймын. Яғни менің міндетім мына состояниені өзгерту. Егер мен осы состояниемен жұмысыма шығатын болсам, ол күні мен істеген дүниенің барлығы қиюы, қайталап айтам, қашады. Сондықтан отырамын да, яғни қараңыз енді. Мен отырдым, көзімді жұмдым, медитацияға кірмекшімін. Құлағыма музыканы қойдым. Сол моментте медитацияға кіретін кезде, представьте, сіздің вибрацияңыз бар. Сізден энергия бөлінеді. Сіз негізі, біз өзімізді мынау тәнбіз деп ойлаймыз. На самом деле, Джо Диспенза айтқандай, біздің әрқайсымыз вибрациядан, энергиядан тұрамыз. Енді мынау сізден бөлінетін, енді ақша қайдан табам деген энергетика, тура сол квант кеңістігінен дәл сондай энергетикаға тартылады. Тура сондай энергетика қазір кванттың кеңістігінде қазір тұр, яғни. Енді ақшаны қайдан табам деген энергетиканы тартылады да, екеуі бір-біріне қосылады да, сіздің өміріңізге ақшасыздық, қиындық келе береді. Ал енді сіз егер ішіңізге отырдыңыз да, көзіңізді жұмып, вибрацияңызды ауыстырып, кәдімгідей сіз дәл қазір байлыққа жеткендей, дәл қазір сіздің өміріңізге қуаныш келгенін сезініп көріңізші, менімен бірге жасап көрейік қазір. Көзіңізді жұмыңыз, Жамбота, міне. Жұмыңыз, терең дем алыңыз, өзіңіздің жүрегіңізді сезіңіз дәл қазір, кеудеңізге кірген және сыртқа шыққан ауаға назар аударыңыз. Как будто сіздің деміңіз жүрегіңізге кіріп, шығып жатқан сияқты міне. Жүректің ортасына кірді, шықты деміңіз, кірді, шықты. Осы состояниені табыңыз қазір.
деміңізге назар аударыңыз. Енді көзіңізді жұмып отырып, өзіңіздің бай болғаныңызды, немесе молшылыққа жеткеніңізді, қандай өмірді армандайсыз, бәлкім тұрмысқа шыққаныңызды, бәлкім деніңіздің сау болғанын, прям денеңізбен сезініңіз. Елестету қазір жұмыс істемейді. Қазір денемен сезіну керек. Бүкіл телаңызбен сезініңіз. Как будто сіз сол қалаған состояниеге жеттіңіз. Міне, ақшаңыз алынды, жаңағы болмаса сіз бір үлкен байлыққа жеттіңіз, болмаса сіздің жаңағы өміріңізге күтпеген жерден пәтерлі болдыңыз, болмаса сіз машина міндіңіз, яғни сол состояниені тауып алыңыз. Тура қазір сіз армандаған өмір, Жанбота, осы нәрсені терең ұқсаңыз екен, квант кеңістігінде қазір тұр, қазір. Мен ол дүниені сіздерге 1000 рет, миллион мәрте сіздерге қайталап айтуға дайынмын. Қазір квант кеңістігінде сіздің машинаңызда тұр, үйіңізде тұр, байлығыңызда тұр, мұқият тыңдаңыздаршы, Мақпал Қаратай не үшін қайта-қайта шарылдап айта береді деп бір сәтке мән беріңізші. Сол кеңістіктен сіз жол состоянияны жүрекпен сезінген кезде, сіздің тәніңізге өткен кезде, сіз сол кеңістіктегі жаңағы энергетикамен қосыласыз да жұлып аласыз. Яғни бұл оңай емес, Жанбота. Егер сіздің жаңағы өміріңізде дәл қазір төбеңізде төніп тұрған проблема бар кезде, тело үйреніп кеткен страдать етуге, тән үйреніп кеткен уайымдауға, переживать етуге, қатты все время жаңағы кортизол бөлуге, стрессовать етуге үйреніп кеткен. Тоқтаңыз бір сәтке. Осы состояниемен өзіңіздің қамалыңызды, асуыңызды алуға бет бұрмаңыз. Керісінше тоқтаңыз да, жүрегіңізбен контакт орнатыңыз. Мен неліктен өзімнің ретриттарымда, тренингтерімде адамдарға жүрегіңме қосыл, дыши в сердце деген сөзді көбірек айтамын. Өйткені сенің жүрегіңмен сол кезде жүрек арқылы тәніңмен байланыс орнайды. Сол моментте байланыс орнатқаннан кейін екінші дүние квант кеңістігінде сіз қазір тұрсыз. Қазір біз өзіміз квант кеңістігінде өмір сүреміз. Сондықтан осы состоянияны жүрекпен байлыққа жеткеніңізді, болмаса бір молшылықтың келгенін, болмаса бір өміріңізде бір белгісіз қуаныштың болғанын прям жүрегіңізбен сезіңіз. Сіз мына өзіңіздің ескі өміріңізден дәл қазір-ақ жаңа өміріңізге, жаңа измерениеге секіре аласыз. Сіз көптеген адамдар ойлайды, күндердің күнінде мен жаңағы өмірімде бір жақсылыққа, ізгілікке жеткен кезде, бәлкім мен ескі өмірден жаңа өмірге секірермін деп ойлайды. Ал сіз қазір-ақ секіре аласыз. Сол үшін кәдімгідей ойланыңыз, жүрекпен сезініңіз, тәнмен сезініңіз да, сол вибрацияны өміріңізге жұлып алыңыз. Енді сіздің міндетіңіз, Жанбота, міне қазір жүрегіңіз атқақтап тұр ғой. Неліктен адамдар маған сабаққа қосылатын кезде қатты бір өмірлерінде өзгеріс алады. Өйткені бір қуаныш болатын сияқты күтеді. Яғни, мысалға сабақ 1 ай бұрын сатылымға шыққан кезде адамдар сатып алады да, одан кейін, вау, бір қуаныш болатын сияқты, қазір деген сол состояниемен өмірлеріне күтпеген бір жаңалықтарды, күтпеген жақсы жаңалықтарды жұлып алады, Одан кейін сабақ өткеннен кейін қайтадан өзінің ескі состояниесіне қайтып келгенін өзі де білмей қалады. Сондықтан біздің міндетіміз осы состоянияны всегда ұстап отыру. Ішкі изобильный молшылық, адамның негізгі базовый состояниясы молшылықта, махаббатта, ішінде эйфорияда, кайфта өмір сүру. Бірақ біздің тәніміз, Джо Диспенза айтпақшы, тело стало разумом деп. Яғни жаман состояниеге үйреніп кеткен, дағдыланып кеткен. Таңертең тұрғаннан біз ол көйлекті автоматты түрде киіп аламыз. Енді қараңыз, сіз осы состоянияны сездіңіз ғой, міне жүрегіңізде атқақтаған. Жанбота, прошу тебя, күнделікті күні бойы жүрген кезде сенің міндетің осы состоянияны күні бойы жоғалтпау. Күні бойы жоғалтпау. Яғни, мысалға, қазір саған мені көргеннен кейін жүрегіңде қытықтаған сезім пайда болады. Расымен де біздің әрқайсымыз ерекше жаратылған Алла тағаланың ғажайып туындысы емеспіз бе? Біз бәріміз Құдайдың бір бөлшегі емеспіз бе? Сондықтан өмірді өзгерту түкке тұрғысыз ғой деген бір ерекше
түсінікті аласың, жүрегіңе өтеді. Одан кейін жанбота өмірге барасың, добро пожаловать реальностьқа кіресің, адамдармен кездесесің, өмірде бір қандай да бір қиындықтар шығады алдыңнан, проблемалар шығады. Сол кезде мынау состояние жүректен ізім қайым жоғалып кетеді. Қайтадан ішіңде дефицит, қайтадан ішіңде тревожность, қайтадан ішіңде жанталас, осы состояниеге қалай кіріп кеткеніңді білмейсің. Сенің міндетің, жанбота, кешке шейін кәдімгідей осы состояние ұмытпай ұстап жүрші міне. Таңертең жасап ал үйден, и кешке шейін сол көйлекті шешпе. Как будто сенің ішіңде изобилие тұр, сенің ішіңде молшылық тұр, сенің ішіңде бір арманыңа жеткен кездегі состояниең тұр. Сонымен кешке шейін жүрген кезде сенің алдымен проверка ретінде қиындықтар шыға бастайды. Яғни күтпеген жерден бір оқыс проблема туындап қалуы мүмкін, күтпеген жерден бір сенің мәселең наоборот шиеленісіп кетуі мүмкін. Бірақ ешқандай сыртқы өмірге қарамастан ішкі состояниені жоғалтпайтын болсаң, ішіңдегі сол возвышенное состояние, Джо Диспенза айтпақшы, басқа да ұстаздар айтпақшы, божественное состояние жоғалтпайтын болсаң, бір кезде саған тағдырың шокировать етіп, сені кәдімгідей шоқ қылып, алдыңнан тосын сыйлар жасай бастайды. Мұны Джо Диспенза айтады. Яғни квантовый скачоктың болғанын қайдан білесің дейді. Сенің жаңағы өміріңде орындалған сәттерден өзің, ё-майо, мынаның бәріне мен лайықтымын ба, неужели мынаның барлығы менің өмірімде келіп жатыр деген ішіңде, вау деген ішіңде сондай бір состояние, күй тұру керек. Сол күйге жету үшін жанбота, онда ішкі жұмысты жасауға тура келеді. Күнделікті таңертең ұйқыдан тұрған кезде медитацияны кәдімгідей өзіңнің дағдыңа айналдырып ал. Ұйқыдан тұрдың ба, 5 ана состояниесіз, ғажайып ішкі күйсіз әлемге шықпай қой. Өйткені сен қанша тырмыссаң да, қанша өз-өзіңді зорықтырсаң да, қайта керісінше минусқа кетіп қалуың мүмкін. Сондықтан ішкі состояниені возвышенныйға, ғажайыпқа толтырып алды. Осыны сенің міндетің кешке шейін шешпеу. Қалай болатын болса да дыханияға орал. Міне қазір сияқты мен айтқандай, міне назарыңды өзіңнің дыханияңа аудар. Кеудеңе ауаның кіріп шыққанына назар аудар. Сол дыханияны міне ішкі внутренний взормен, ішкі көзбен, яғни жаңағы жүрек тұсыңа кіріп жатқанын, дыханияның сыртқа қарай шығып жатқанын бүйтіп міне көтеріліп, жоғары төмен түсіп, жоғары көтерілгеніне назар аудар өзіңнің дыханияңның. Яғни, ондай кезде сен өзіңнің ішкі внутренний взорыңды қостың деген сөз. Осыдан кейін сразу состояниен киіп ал. Сенің міндетің кешке шейін осы ғажайып күйді кие беру. Сол кезде сенің тәнің, жанбота, тартылыс күшіне ие. Яғни сенен бөлінген энергетика, сенен бөлінген көңіл күй, представь, сенің ішіңнен бөлініп жатқан дүниелердің барлығы сыртқы өмірден болатын оқиғаларды тартушы. Сондықтан мен әрбір өзімнің оқырманыма мына сұрақты таңертең өзіңе қой деп айтам. Қандай сұрақ? Что я транслирую миру? Әлемге мен не шағылыстырып тұрмын? Яғни, что я транслирую? Сен қазір әлемге дефицитті, өмір жолым болмайды, мен бейшарамын, ойбай, енді ақшаны қайдан табам деген ойларды сол состояниен транслировать етіп тұрсың ба? Жоқ, әлде өмірде барлығы мүмкін, менің өзім молшылықпын, мен махаббатпын, қазір-ақ бүкіл проблемам шешіліп тұр деген ішкі состояниен транслировать етіп тұрсың ба? Соған қалай ауыстырасың, солай сенің өміріңде ғажайыптар легі басталады. Әрине, менің осы квантовый скачок деген легендарный курсымда мен осы состояние үйреткем қаншама адамға, қаншама адам қатысқан, бірақ осы даже қатысқан адамдардың өзі тыңдап отырған шығар деп ойлаймын. Өйткені қатысқан кезде сол состояниемен өміріне жаңағы машинасын, денсаулығын, ақшасын, болмаса пәтерін жұлып алған сол моментте. Бірақ кейін адамдардың мына бізді қайтадан ол ережелерді ұмыттырып жібереді. Қайтадан өзінің біраз уақыттан кейін бәз қалпына қалай түскенін білмей қалады. Сондықтан бұл үздіксіз процесс, үздіксіз жұмыс. Ондай моменттерде өзіңді жоғалтып алған, бір тревожностьқа кіріп кеткен моменттерде, пожалуйста, менің YouTube каналыма кіріп, любой видеоны тыңдасаң, сразу состояниең қайтып келеді. Сондықтан
егер сіздер қайтадан квантовый скачок жасағыларыңыз келсе, бұрын сабаққа қатысқан адамдар, жаңадан мені көріп танып жатқан адамдар, сіздер де квантовый скачок жасағыларыңыз келсе, Мақпал Қаратай деген менің инстаграмдағы парақшама жазылып алыңыздар. Сол парақшаның жоғарғы жағында, яғни биосында парақшаның көрсетілген номер бар. Міне қазір көрсетіп қоямын сіздерге. Міне мына жерде номер көрсетілген. Сол номерге жазсаңыздар, жақында 24 наурыз күні менің квантовый скачок деген легендарный курсым 3 күн өтетін болам. Яғни ол жерде нақты базовый алгоритмдар бар, ережесі бар. Біріншісі осы, екіншісі осы, үшіншісі осы. Осы 5 ережені нақты жасап жүрсең, өміріңде сені ешқандай жаңағы состояниеңде ешқандай сыртқы өмір өзгерте алмайтын, ішкі күйді ұстап тұратын жағдайға жетсеңіздер, тағдыр саған күтпеген тосын сыйларын аша береді, өміріңде күтпеген ғажайыптар бола бастайды. Джо Диспенза айтпақшы, алдымен крошки келеді, яғни күтпеген жерден. Сен қызыл машина күтіп тұрсың, жаңағы қызыл машина алсаң, алдыңнан қызыл машиналар шыға береді. Қызыл көйлек алғың келетін болса, магазинге барсаң, ең жаңағы сен күткен қызыл көйлек алдыңнан шығады. Бір танысыңды сағынып жүрсең, ол күтпеген жерден бір кафеден кездесіп қаласың. Яғни осындай бір мелочь, крошкалар басталады. Одан кейін сенің өміріңде үлкен квантовый скачоктар болады. Егер сен менің сабағыма қатысқан қаншама адамдар осы ереженің арқасында өздерінің өмірлеріне пәтерді болсын, машинаны болсын, болмаса басқа да дүниелерді жұлып алды. Оның нақты алгоритмі бар. Сондықтан, пожалуйста, ішкі әлеммен жұмыс істесеңіздер деймін, парақшаға келіңіздер және бұл видеоны бірнеше мәрте қайтадан тыңдап шығуға кеңес берем. Сол кезде менің айтып отырған негізгі түсінігімді ұғатын боласыздар. Жақсы күндерде жолыққанша обязательно YouTube каналға жазылып алыңыздар және төменге пікір қалдыра кетіңіздер.